Болды. М, Мгм. Так, евро мен доллардың қатынасынан жасап қойғаным мұнда. Мгм. Ы, Менің сұрағым мына жерде мысалы engulfing болды ғой бүгінгі зонада ше, Мгм. так бір сағаттық мынау свеча вот жасыл. Иә, Маған иә, Аружан ханым түсіндірген бойынша негізі ана айналып келген кезде тест жасайды ғой мына жерде. Либо өте бер содан кейін барып лонгқа кіресіңдер иә, деді да. иә, дұрыс. Мына жерден уже engulfing көріп тұрған жерден ашып жіберсек бола ма негізі? Біз Жоқ, қараңыз, айналып біз келуіміз күтпей жаңағындай мысалы ғой. Сіз ана жерде шорттың лонг ингауфын айтасыз әлде лонгтың лонгтың ба? айттым. Екеуі де тұрсыз Вот де қазір. мен бұл мына Лонг деңгей болатын ол болса, мына онда сіз... жақтікі ол. Вот Ол мысалы мына наяқтікі жерде ма? тоже бір свечамен Ә, нормально көтерілген ғой вот торговля жасаған. Аха. Осы Иә, сіз свечаны тестте кіресіз. Мына жақта тест жасады ғой. Сол жақта кіресіз. Бірақ енді сіз ол жерде қарайсыз. Ол жерде только ингауфинг зонаның өзіне сеніп кіріп кетпейміз. Жаңағы имбалансты қосамыз. Екеуі жерде болатын болса, біріктіріп кіреміз. ФБГ-ны қосып алыңыз. Аха, міне. сосын сұрақ менде мысалы бір Мгм. брейкаут болсын, екі брейкаут болсын, каждыйында мысалы енді бірде ладно ол бір өтіп кетсе шортқа либо лонгқа кетеді дұрыс қой. Мгм. Екіншісінде тоже айналып келу керек па деген сұрақ менде солар қинап тұр ғой. Бәрінде тесттен кіреміз. Любой стратегияда тесттен кіреміз. Мысалы, сіз ана сатушылар зонасын қиып кетті ма, сразу кірмейсіз. Тесттен кіресіз. Вот мына жерде так сатушылар зонасы вот Иә. Аха, келді. көтеріп қойсаңыз, ана көтеріп қойыңызшы қызылдың, жасылдың фитиліне. Аха. Былай ма? Иә, фитиліне. Ана жерде ингolфинг болмайды, ана жерде қызылдың денесі кішкентай болып тұр. 2 есе болу керек хотя бы үлкен. Ана ингolфингке жатпайды. Мынау ма? Иә, сіз жаңа белгілеп қойғаныңыз. Енді қараңыз, мына жерде брекаут зона, иә? Аха, бір өтіп кетті. Иә, енді сіз оған келіп тест жасаған кезде ғана позиция қарай аласыз. Мынау тестке жата ма осында? Қалай болады бұл жерде? Брекаут жасағаныңыз қайсы? Брекаут жасаған Breakout? қайсы? Ручка алыңызшы, ручка. Мынаумен тұра берсін или көрінбей тұр ма? Сіз сіз не қылсаңыз түсініктірек болады да. Жоғарыда тұр. Брекаут жасаған қайсы? Breakout мына Сатушылар вот зонасы. сатушылар зонасы. Мен Аха. қызылда ғана көріп тұрмын ғой мына жерде. Келеді. Вот breakout, мына екінші breakoutқа қарап отырмын ғой мен қазір Бұл жасылды. бірінші брекаут. Иә. Мынау бірге жақтамасында. Бірге жатады ғой. Өйткені алдында әлі вообще қозғалыс жоқ қой. Бірге жатады. Енді сіз анау жоғарыдағы бағаны сол кезде жоғары қарауға болады. Айналып келген кезде тағы жоғарыға Иә, қарап иә, ма? сол жоғарыға, иә, лонгқа. Так, мынау менде қарап өтіңіз енді. Мгм. Мынау engulfing былай оңай екен негізі. Иә, ингауфинг оңай, бірақ біз только өзімен ғана ашпаймыз да. Ол жерде барлық стратегиямызда имбаланс келетін болса, ол кезде сіз с поддержениемен ашасыз. М, Ой, біз сол баяғы ана SMA мен EMA-да алып қойғанбыз ғой негізі. SMA, ема, олар неге ма? Индикатор сол Индикаторлар ма? кезде менде келесі бар еді, қалай шығатын мына жерде оның естіп бар жабылмай жатыр ғой. Анау негізі былай жүріңіз. Жоқ, ортаға жүріңіз. Мына не зумның Басылмай тұр ма? Зумдікін просто ұстап төмен қарай лақтырсаңыз ұсталу керек көріңізші. вот. Так, мынау алтын менен екеуінің графикасы бірдей сияқты. Пример, иә, евро юзи екеуі қозғалыстары келеді. Вот мұнда Мгм. менде бір основной сол ғой сұрақ менде айналып келген кезде ашамыз ба деген сұрақ Иә, қой. тест ашамыз. Енді Иә. қараңыз, мына жерде тоже важный момент бар. Енді сіздің брекаут зонаңыз бар ғой. Желательно имбаланстың 50%-інде келу керек. 50%-ің сіз анау ФБГ тұр ғой, ортада ФБГ деп жазылған. Ага. Бірінші содан кетеді. Иә. Значит, артыңызда Ана сізде біз брекаут. қазір сатушылар несіне жатқызсақ болған ма? Жалғыз бір свечаны. Болады. Просто ана жерде, иә. Либо мынадан алған дұрыс па? Жоқ, сол биікті ала беріңіз.
бекіте ала беріңіз. Деңгейді бекіттен алған Иә, дұрыс именно сол ФБ-ңыздан келіп тұр, значит, баға қазір осы жерге келсе лонгқа қарауға болады. па. Просто мына жерде Одан кейін енді қарасақ, имбаланс ана, ингалфингтердің көбісі мысалы келеді, резко бірден көтеріліп кетеді да, дальше ашып жіберсек болады деген сияқты ғой менде. жоқ, ол ингауфинг сол жерден ол вероятность кетуі де кетпей қалуы да мүмкін. Просто енді қазір арт графика болғаннан кейін сізге сондай оңай болып тұр да. Ол көбінесе сол жерде уже ингауфинг создавать етілді ма, значит, сол жерде покупательдер бар. Ол жерге қайттан келген кезде уже көп адамдардың лимиткасын жұлып кетеді. Сол кезде ол қашуға болады. Енді қараңыз, ана жерде ФБГ-ның 50%-ын алдық қой. Енді Примерно енді ФБГ-ның 100%-ы қай жақта тұр? ең жоғарысы осында тұр ғой. Шетелмен бірге аламыз ғой. Лонг болатын болса 100% астында болады. Сол жерді алыңыз. Енді соның артында тағы не зона бар? Бұнда брейкаут жасаған бір. Двойной брейкаут бар, иә? Бір брейкаут. Жоқ, ол емес, оның Мынадан алдында. алып тұрмын ғой мен қазір астындағы нені. Ол жерде 4 брейкаут, иә? Өтеді, 2 номер 4. Уже атыраптан кеткен ғой. Бұны бар ғой, алдында мына жақтағы фитиль алып кеткен уже. Анау бір 2 брейкауттан кейін бір фитиль жоғары қарай ұшқан ғой, жасылдың. Нома? Иә. Сіз енді соның өзін брейкаут қылып алсаңыз болады. Соның, иә, ингауфингтен кішкене түсіріңіз да линияңызды, соны бір алсаңыз болады, соны. И соның қасында сол бір брейкаутыңыз тұр тоже. Көрдіңіз ба, жасыл бір брейкаут тұр. Resistance, иә, ол бір брейкаут, ол двойной брейкаут. Бір брейкаут жасап тұр ғой қазір. 2 брейкаут жасап. Мына тас па? Иә, ол да бір брейкаут тұр. Ол жерде сонда сізде біреу бар, брейкауттан біреу бар, и потом имбаланстың 100%-і бар. Значит, енді ана имбаланстың 100%-ін артқа қарай кішкене жылыштыңыз. Имбаланстың 100%-ін алған жеріңізді артқа қарай линияңыз тартыңызшы. Төменде. Ай линияны. Мына? Жоғарысында. Ана имбалансты белгіледі ғой, 100% деп жасылдың ең төменгісін белгіледі ғой. Соны кішкене артқа жылыштыңыз, анау двойной брейкауттың артына. Болды, міне. Енді осы жерден тоже лонгқа қарауға болады. Өйткені мына жерде двойной брейкаут бар, бір брейкаут бар, и имбаланс 100% заполнение бар. Двойныйды қалай көріп отырсың? Мысалы, мен аны бір брейкаутты есебінде көріп отырмын шортқа вот. Сол бір брейкаут, одан кейін мына жақта екіншісіне дәу жасыл ғой, жоғары қарай кеткен. Мынау ма? Иә. Жоғары қарай кетіп тұр ғой. Значит, ол лонг зона болмай ма, двойной брейкаут болса, сатып алушылар зонасы. Оған дейінгісі уже тест болып кете ма мынау? Алдындағы свеча. Ол тұсалмаған ғой, ол агрессивный тұсалмаған. Тұсалмай жоғары қарай кетіп кеткен. Значит, ана жерде двойной брейкаут болып саналады. Резко қиды, уже лонгқа кетті, иә? Иә. Енді ана жерде үш стратегияңыз болып тұрғаннан кейін ол жер бізде мықты зона болып саналады. Сосын менде сұрақ, енді стоп пен таргеттен алдағы уақытта өтеміз деп жатыр. Соған қарай түсініп алатын шығар. Қай кезде ашып, қай кезде жабатынымызды. Иә, алдағы уақытта метабестен прямой көрсетсем да, өйткені мына жақта қазір сіздер 1000 штук, 2000 штукпен шатасасыздар. Маржа сияқты дүние бола ма? Маржа бар, иә. Маржа Эксенста. Сіздерге барлықтарыңызда счет ашылды, иә, Эксенстан? Мен верификациядан өтіп қойған сияқты, негізі көрген болатын. Иә, өткен кезде Аржан ханым айтқан болу керек адрес бар, сіздерге 1000 тіркеп немесе қойған. 2000. Иә. Тіркесеңіз, значит, сізге ашылған болу керек, соның ішінде болады маржа. Так, мынау доллар мен жапонский. Былай басып қойдым, енді кішкене оңай болсын деп. Тоже мына жерде қарасаңыз, мысалы. Анада отработкасы бар. Міне, қараңыз, ингауфингті белгіледі ғой сіз. Одан кейін түсіп барып қайтып келді ғой. Мына жерде зонаны белгілеп қойған, мен просто. Иә. Қараңыз, тест дегеніңіз анау, жоқ, мынау ингауфинг емес қой.
Екі жатпайды. Негізі анау Ой, мен ингольфингті қалыппын ғой. Примерно осындай болады. Қызылдың денесі үлкен болатын болса, значит, ана жерде ингольфинг болады да, оған түсіп барып қайтып барған кезде шортқа ашасыз. Неден? Тесттан. м, енді анализ жасаған кезде біз ориентирді қанша сағатқа жасағанымыз дұрыс. Мысалы, жақын Мгм. жақын свечаларға деп айтқан болатын аружан, бірақ соншалықты қанша деген сияқты болды. Мысалы, анализ жасаған кезде. Ана сіздің линияңыз, бағаңыз қай жақта жүр, сол жаққа қарайсыз ғой. Фокус. Мысалы, сіздің астында бағаңыз ас жағында жүр ма? Фокусты. Иә, сол Тура жақтан, алыстан значит, кетіп жүр қарайсыз. ғой. Иә, брекаутыңыз бар, имбаланс бар, солай кете бересіз. Дәл сол М, баға жүрген жерден уже сразу артынан бір лонгқа, бір шортқа зоналарыңыз қарап алсаңыз болады. м, Ананың процентін алып тұр, көрдіңіз ба? Дальше сізді ФБГ-да 100%-іңізде заполнение бар, и потом оның артында брекаут бар. Көрдіңіз ба? Екі стратегия бір не келіп тұр. Міне. ФБ-га Аха. логин премиясын осы жерден Ол 50%-ті бірінші алып кеткен, иә, көрдіңіз ба? 50 алып кеткен. өтіп кетті. 50-ді. Екіншісіне Ана жақ қайтып арт жаққа баршы. Иә, екінші сол. екінші 50-ді бір, былай екінші сол. астынан жоғары қарай есептейміз ғой, иә? Лонгта астынан есептейсіз 100%-ті. Шортта жоғары жақтан есептейсіз. Қазір Енді қараңыз. шорттан келе жатыр ғой енді оның қазірінде. Иә. М, Қараңыз, енді сіз ФБГ-ның 100%-ін есептедіңіз ғой. Енді соның артында тоже брекаут зонаңыз тұр. Соны белгілеп алсаңыз болады. Бір брекаутыңыз тұр. мынаның Ол ба? емес, ол емес, ол емес, ол емес. Анау ФБГ-ның 100% Иә, қақта. астында. Соның артында тұр, дәл артында тұр. Екеуі бірдей Сол ма? фитильді, иә, сол фитильді белгілеу. Фитильдің жоғары жақты фитильді закрепление жасайсаңыз. Міне, болды. Болды. ФБГ 100% болды, и артында брекаут зона болды. Соған келді да, фитильмен уже баға жоғары қарай кетті. Уже мына жерден жоғары қарай кетуі мүмкін, иә? Ана фитильдің өзі негізі нормально қозғалып берді. Ертең қанша доллар тек неған кезде сол кезде білесіздер, оңай болады. Уже отработка бар. Анау қызылдың фитилі тұр ғой. Фитиль уже жоғары қарай өсіп, анау ортада фитиль тұр ғой, қызылдың фитилі. Вот мынау ма? Сол алып кеткен ғой. Ол фитильмен де қосып есептей береміз ба? Негізі. Көбінесе біздің, фитильді алып кетеді. Көбінесе фитильмен Мен алады ғой просто бүкіл брекаут стратегия. жасаған кезде фитильді алмаймыз, есептемейміз деп жатқан кезде сол кезде ойланып қалғанмын. Тестта фитильге қараймыз ғой. Тестта фитильмен алып кетеді. Сіз қазір енді мына позиция кіретін жерді іздеп жатсыз ғой. Позиция кіретін жеріңіз болса, ана уж тест болып саналып кетеді. Ал енді сіз двойной брекаутты күтетін болсаңыз, мына қызыл свечаңыз қазір агрессивно түсу керек, төмен қарай қиып кету керек денемен. Сол кезде сіздің ана арттағы сатушылар зонаңыз двойной брекаут шорт зона болып кетеді. Хорошо. Мына жақтан уже шортқа қарау керек. В принципе, менде болған осы. Енді Ана шорттың ровно ФБГ-сі тұр ғой ортада қызыл. Соның арт жағында не зона тұр? Артында не зона бар? мында бір брекаут бар мында. Дұрыс. Сол қызылдың фитилін белгілеп алыңыз, болды. Сол сіздің точкаңыз. Вот. Астында астын қызылдың да фитилін белгілесеңіз. Міне. Көрдіңіз ғой, ФБГ-ның 50% дәл ортада, и артында брекаут зона бар. Екеуі бірдей келіп тұр. Значит, мына жер жақсы зона. Келген кезде қызыл мен жасыл кездесіп тұр ғой, сол сатып алушылар жасыл. Оны алдынан бір брекаут жасады. Одан кейін 10 брекаут жасағаннан кейін біз артындағы қызылдың фитиліне қоямыз фокусты. Енді мынау сізде шорт зонаңыз. Ол шорт зонаңызға барды да имбаланс 50% тұр. Значит, ол жерден баға вероятно кететін проценті 80-90%. Хорошо. Түсінікті ғой. Сабақтарды енді өткенде Форекс темасы против 2-3 сабаққа мен қатыса алмай қалдым. Сақталған бәрін бір қарап алсаңыз. Иә, сақталған. Соған қарап премьерный өзім түсінігім бойынша жасап отқаным еді. Былай жақсы, иә.
Сол основной. Бір брейкаут, екі брейкаут, 4, 6, 8 брейкаут и engulfing зона ғой. И потом ең соңында закрепление ФБГ. Фибоначчи. Имбаланс. Ең соңғысы. Хорошо. Все, жақсы. Удачи. Сау болыңыз.